Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен красный бархат тортының ең сәтті рецептісімен бөлісетін боламын. Мен бұрындары басқа рецептпен жасағанда бұлай өте нәзік биік болып шықпайтын. Ал осы рецептпен мен 2 рет жасадым. Бірінші жасағаннан өте дәмді керемет болып шықты. Сіздерге де жасап көруге кеңес беріп, видеоны соңына дейін қарамас бұрын лайк басып жарнама жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен 3 жұмыртқаның үстіне құмшекер қосып, жақсылап миксермен аппақ болып көпіргенше араластырамыз. Егер сіздердің жұмыртқаларыңыз кішкентай болса, 4 жұмыртқаны қолдануға болады. Осылай 2 есе көтеріліп ағарғанша араластырдық. Енді үстіне пісте май құйып тағы да араластырамыз. Енді бөлек ыдыстағы айран үстіне 1 шай қасық қызыл краситель қосып араластырамыз. Енді ұнға 1 ас қасық какао, 1 шай қасық разрыхитель қосып араластырамыз. Осы краситель мен құрақ ингредиенттерді 3 бөлікке бөліп, кезек-кезек қосып миксерлеп отырамыз. Қамыр осындай қойлықта қанық қызыл түсті болады. Енді үстіне 1 шай қасық ас содасын қосып, тағы да миксерлейміз. Осымен қамырымыз дайын. Осылай 3 бөлікке бөліп 160 градуста 20 минуттай пісіріп аламыз. Одан ерте немесе кеш пісуі мүмкін. Міне осылай пісіріп алдым, өте нәзік болып шықты. Жан-жағын тұзлеп кесіп аламыз, қалған шетін үгітіп, тортты сәндеуге қолданатын боламыз. Тортқа кілегейлі крем қолданамыз. Рецептісі менің арнамда бар. Ссылкасын описаниеға қалдырамын. Осылай тортты кольцоға салып жинаймыз. Осымен красный бархат торты дайын болды. Қиын болып көрінгенмен өте оңай дайындалады. Өте дәмді, нәзік әрі биік торт болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер, ұнайтынына сенімдімін. Менің сүйікті тортыма айналды, ең сәтті рецепт. Сіздермен болған Нұрсұлу. Видеом ұнаса лайк басып, жарнама жазылып кетіңіздер. Видеоның соңына дейін қарағаныңызға рахмет.